와! Выдох. Барабан, барс, ишак, кайма, кандалы, лапша, палач, саранчари, шашлык, табун, туман, йогурт, яғни осы сияқты сазан дейді оның ішінде. Осы сияқты көптеген сөздер қазақ тілінен орыс тіліне енген. Яғни бұны 1976 жылы Николай Шиповтың айтуы бойынша, яғни сол 76 жылы кітабы шыққан екен өзінің түркі тілдерінің орыс тіліне енуі деп, яғни 2000 сөз жалпы есептеуі бойынша. Бұл енді бірнеше жылда, 10 жылда кірген емес, яғни көптеген жүздеген жылдардың ішінде мына Қыпшақ бабаларымыздан бастап бергі аталарымызға дейін енген сөздер осы орыстарға. Сонымен бірге соңғы уақытта зерттеу бойынша Бекбаева Маяң айтуы бойынша, яғни журналист, зерттеуші осы біздің тарих бойынша. Қазіргі уақытта дейді жалпы 4000-ға жуық дейді. Негізі қазақ тілінен орыс тіліне енген сөздер. Бұл тек қана жай қарапайым сөздер емес, жер су аттары, қалаң аттары, адам аттары сол сияқты сөз енген екен. Жалпы негізінде қазақ тілінің өзі бай тіл, яғни әлемдегі ең бай тілдердің бірі, ең бірінші тұрған 25 миллион сөз бар екен бізде қазақ тілінде. Яғни біз тек қана жерге ғана бай емеспіз, сонымен бірге сөздік қорымызға да байымыз. Әлемдегі ең бай тілдердің бірі. Соның ішінде айта кететін болсақ, біздің өзіміз мысалға мынау орыс тілінде 200 мың сөз бар екен, 200 мың. Яғни бізбен Қазақстанмен салыстырғанда 10 есе аз негізінде орыс тілінде, жалпы орыс тілінде. Соның ішінде мынау жай қарапайым саусақтың өзі, саусақ, біз мысалға саусақ деп айтамыз ғой, қараңғы қолдың саусағы, аяқтың бақай дейміз, басшай дейміз. Ал орыста да көбінде қол болсын, аяқ болсын, екеуінде де саусақ дейді мысалға. Қолдың саусағы, аяқтың саусағы. Енді орысшалап айтқанда палец ноги, палец руки деп айтады оны орысшада. Сондықтан орыс сөздерінде байқап тұрған шығарсыздар. Уже қазақ тілінің байлығын. Бұл мысалы карандаш дейді, карандаш. Мен карандаш негізі орыстан келген сөз деп жүрсем, бұл негізі өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыздан қалған сөз екен. Яғни карандаштың өзі біздің қазақтың жерінен шыққан карандаш. Яғни қара тас деген мағына білетін ең. Балбес деген орыстың сөзі, бұл білмес деген сөзден аударылған қазақшадан. Сонымен бірге мынау енді Мамбет деген жаман сөз бар екен. Енді біз білтілі естілер ғой негізінде. Бұл сөздің өзі де өзіміздің пайғамбар Мұхаммед деген сөздің аудармасы екен негізі. Мамбет деген. Өкінішке орай. Енді жалпы исламға келетін болсақ, енді ислам дінінің өзінде де айтады, исламда жалпы тілдерді көп қылып жаратқан себебі, яғни адамның қызығушылығы көп, сол себептен де, яғни жаңа нәрсені үйренуге деген қызығушылығы азаймас үшін, яғни іші пысып кетпес үшін тілдерді көп қылып жаратқан екен ислам бойынша негізі түсінігі. Сол себептен де іштеріңіз пыспасын. Жазылып отырыңыздар каналға, әлі қызықты жаңалықтар, видеолар болады. Сол, рахмет, давайте, тіркеліңіздер. Оп, пістімлі.